Қайырлы кеш, құрметті ағайын, достар. Мен Марғұлан Боранбай. Бүгін 53 жасқа толып отырмын. Енді өзіме мейрам емес, бірақ бір меже, белес. Осы жасқа келіп, Жамбыл Жабаевтың 90 жасы болмаса да, бірақ бұған да жеткені бар, жетпегені бар. Осы жасқа келіп, бір түсінген нәрсемді айтпақшымын. Аузым барда енді сөйлеп қалайын, мүмкіндік бар кезде. Ұлтшылдық жайлы айтпақшымын. Ұлтшылдық деген не ол? Ол айқай ашу, біреуді жек көру ме, оны балағаттап, әшкерелеп, кемсітіп, жамандау ма? Жоқ. Жоқ. Ұлтшылдық деген ол махаббат. Терең, кемел, талапшыл махаббат. Өз халқына, өз жеріне, тіліне, өз тарихына, мемлекетіне, оның тұтастығына, тәуелсіздігіне. Ұлтшылдық деген осы. Ұлтшылдық біреуді апарып тастау емес, ана жаққа жаман қылып, өзімізді ұлы қылып. Жоқ. Ұлтшылдық өз елінді сүю, жақсы көру. Ол енді әрине түсінікті нәрсе, бірақ оны да түсінбейтіндер бар. Қазақ болу деген ол осы жерде туылу емес, кейбір кезде қазақша сөйлеуде де емес. Ол өзіңді абыроймен ұстау, терең ойлау, эмоцияға емес, іске қызмет ету. Қазақ халқының күші татулықта, бірлікте. Біз бәріміз әртүрлі болсақ та, бәріміз түбіміз бір. Біріміз мемлекеттік қызметте, біріміз бизнесте, біріміз ғылымда, біріміз ақпарат саласында, біріміз емдеп, біріміз білім беріп, біріміз сандалып, жұмыссыз жүрсек те, бәріміз бір халықтың баласымыз. Ұлы тарихы бар, ұлы болашағы бар қазақпыз. Өзге мүддеге қызмет ететіндер, ұлттық қасиеттерін жоғалтқан, отаршыл дәуірдің құрбандары болып денесі осы жерде, жаны Ресейде қалып кеткендер әлде жетеді. Ол әрине өкінішті жағдай, бірақ әр ұлтта ондайлар бар, болған және бола береді. Ең маңыздысы, олар қандай киім кисе де, не десе де, қандай сөз айтса да, қандай қылық білдірсе де, оларды тани білу. Қанша сөзге шебер болса да, шешен болса да, қанша жылтыр болса да, оларды ажыратып білу керек. Түрі қазақ секілді, бірақ іші басқа жаққа тартып тұратын, басқаның сөзін сөйлейтін. Біз күрделі, аса қауіпті заманда өмір сүріп жатырмыз. Қорқыныш, сенімсіздік, арандату, хайп, арзан және жалған ақпарат арқылы бізді сырттан манипуляция жасайтын заман. Егер біз сыни ойлануды, талдауды, саяси процестерді түсінуді үйренбесек, бізді өзге ойыншылар өз мақсатына пайдаланып кетеді
және пайдаланып та жатыр. Сондықтан менің айтарым, саясатты түсіну керек. Қайда шындық, қайда өтірік, соны ажырата білу керек. Терең және стратегиялық ойлауды үйрену лазым. Біз түркі әлемінің бір бөлшегіміз, және кең мағынада айтқанда ұлы Азияның бір бөлшегіміз. Біз түркілеріміз, сондай-ақ біз азиялықпыз. Біздің күшіміз осыда, осыны білуде. Шашымызды қанша сарыға боясақ та, қанша орысша немесе ағылшынша шүлдірлесек те, біз не орыс, не ағылшын болмаймыз, бола алмаймыз. Қазақпыз, Азия нәсілдіміз. Бұны енді ксенофобия деп өзім санамаймын, сізді бұны ксенофобияға жатқызбаңыз. Өзім ксенофобияға қарсымын. Қай түрлі болса да ксенофобияны жақтыртпаймын. Әсіресе қолдан жасалған, сырттан енгізілген Қытай қауіпі деген синофобияға қарсымын. Қытайдан қорқатын ештеңе жоқ. Қытай бізге жау емес, мен соны білемін. Бұны насихаттап отырған жоқпын. Өз біліміммен бөлісіп отырмын. Қорқыныш, біреуден қорқу, Қытайдан қорқу. Әрине қорқатын бар, қорқатын көршілеріміз бар. Азу тістерінен қан мен нәрін тамшылап отырған. Бірақ Қытайдан қорқу, ол ақылға сыймайды, қисынсыз нәрсе. Ол әлсіздігімізді көрсетеді. Біз көршілермен қатынасты ақылмен, парасатпен құрып, қорқыныш емес, прагматизм арқылы жүргізуіміз керек. Қытайды пайдаланып, байып, технология алып, зауыт, өнеркәсіп, жаңа экономиканы құруға тиістіміз. Сол Қытайдың арқасында. Қытай енді қанша дегенмен дамыған мемлекет. Одан біз алуымыз керек. Өзімізге әкеліп, соның арқасында көтерілуіміз тиістіміз. Қазақстан демей қойын, қазақтың мықты болуы экономикада. Біріншіден экономикада. Экономика дамымай, басқа салада дамымаймыз. Сондықтан экономикада, ғылымда, әрине, экономика ғылымсыз болмайды. Қорғаныста, мәдениетте, әрине, мәдениетсіз ел болмайды. Ол біздің қуатты әскерімізді, өзіміздің қорғаныс өнеркәсібімізді. Ғылымда да алдыңғы қатарда болуымыз, ол да бір бөлек өзі ұлы мақсат. Бірақ мұның бәрі тек билікке ғана байланысты емес. Тек оған ғана, оларға ғана тәуелді емес. Қой терісін жамылған қасқырларға ермейтін кемел, ойлы, ұстамды, кемеңгер, ынтымағы берік халық болсақ, сол ғана біздің табысымыз, сол ғана табысымыздың кепілі. Өзімізде. Саяси көзқарастар, мысал, саяси көзқарастар бізді бөлмеу керек. Оңшыл, солшыл, орташыл деген маңызды емес ол. Бәріміз біріншіден қазақпыз, оның көзқарасын өзің білесің. Кімге табынасың, кімге сенесің. Саяси мағынада ол әр адам өзі біледі. Оған ақыл айтатын мен емеспін, бірақ біріншіден қазақпыз.
қай жерде жүрсең де, кім болсаң да, бізді біріктіретін мына қазақ екеніміз содан басталады. Мына солшыл, оңшыл деген, центрист деген, ол мына қазақтың мына үш жүзі, бәрімізді басымызды қосып, бір халықты әкелсе, бір неге қорытындығы бәрімізді қазақ қылатын үш жүз бірігіп қазақ болдық па? Сонда жаңағы саяси көзқарастар, оңшыл, солшыл, ол да сол бәрімізді біріктіру керек. Саяси көзқарастар қазақ мемлекетінің гүлденуін мақсат етсе болды. Сол 53 жасқа келіп түсінгенім осы. Өмірдің мәні қазаққа қызмет ету. Патриотизм, отанға сүйіспеншілік, ол жай ғана эмоция, сезім емес, ол тәртіп, ол еңбек. Күнделікті, сабырлы, кейде ауыр, маңдай теріңді төккен, әрдайым адал еңбек. Баяғыда Назарбаевтың айтқаны бар еді, екі сиыр асыраңдар деп. Соны өзімше қайталап басқа мысал келтіріп айтайын. Екі сиыр деген не ол? Екі тігін мәшінке алыңдар, екі дәнекерлеу аппарат, сварочный аппарат алыңдар, наубайхана ашыңдар, есіктің алдына теплица орнатыңдар, жеміс ағаш отырғызып, немесе мал ұстап, құс өсіріп, әйтеуір тіршілік етсеңдер, сол жаңағы сиыр асырағанмен тең. Сонымен тең. Ана Бош немістердің құрал жабдық тола сандықтары бар. Ішінде неше түрлі кілт. Оны да алсаңдар, қолдарында бір іс, еңбек болады, табыс әкеледі. Ізденген адам амалын табады, бірдемесін істейді, тіршілік етеді. Жалқау, сылтау іздеп, сылтау табады, біреуді кінәлап, сілтейтін табады. Мен иілмейтін қазақтардың жағындамын. Мен беріспейтін және терең ойлайтын қазақтардың жағындамын. Айтарым осы еді. Баршаңызға даналық, баршаңызға зор денсаулық, күш қайрат, береке тілеймін. Біздің ғасыр әлі алда, оған мен кәміл сенемін. Амандықта жүздескенше аман болайық, сау болайық, табысты болайық, бай болайық. Айтарым осы, ағайын жұрт. Байланыстамын мен, Марғұлан